қайырлы күн. Бүгін масала чайының жасалу жолын көрсетемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Қайнап тұрған суымызға қалампырды саламыз. Кардамон, жарты чай қасықта фенхель, имбирь, корица, жақсылап араластырып 5 минуттай қайнатамыз. Үш чай қасықта заваркамызды саламыз. Заваркамызды салғаннан кейін тағы да бір 5 минут қайнатамыз. Sütümüzді құямыз. Қалауларыңызға қарай қант қоссаңыздар да болады. Біздің осындай масала чайымыз дайын болды. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.